Қауіпсіздік кеңесінің отырысын қорытындылаған елбасы Арыстағы төтенше жағдай салдарынан қайтыс болған азаматтардың жанұяларына көңіл айтты. Нұрсұлтан Назарбаев Арыс қаласы тез арада қалпына келтіріліп, тұрғындар өз үйлеріне қайтып оралады деді. Бүгінгі қауіпсіздік кеңесінің кезекті отырысында өте күрделі мәселелерді қарадық. Жоспарлы мәселе су мәселесі еді Қазақстанда. Бірақ та әдегенде біз Арыста болған жағдайларды қарап, тиісті мекеме басшыларын тыңдадық. Министрліктерді істеліп жатқан жұмысты, үкімет басшысының жұмысын қарадық. Өздеріңіз білесіздер, президентіміз сол жерге барып, жағдаймен танысып, тиісті тапсырмалар берді. Енді шын көңілімнен мен де өзімнің көңілімді білдіремін. Қайтыс болған азаматтарға, жанұяларына және көп ғимараттар қирады. Қазір үкіметтің басшысына тапсырма берілді. Тез уақытта соларды орнына қайтарып, 27-28-інде халық қайтадан үйлеріне келетін болсын. Жаз бойынша жаңағы жөндеу жұмыстары түгел аяқталатын болады. Ондай жағдайлар әр жерде болып тұрады енді. Осының өзі бүкіл қазақстандықтардың қайғысына айналды. Барлығы қарап отырсыздар, Арыспенен біргеміз деп, әр мекеме, әр өндіріс, әр жұмыс жасап жатқан адамдар өзінің қаражатынан болса да, басқа жағдаймен де көмектесіп жатқанын біліп отырсыздар. Осындай бірлігіміз болатын болса, әр уақытта солай болады. Өткенде Алматы облысында су тасқынынан зардап шеккендерге де солай болған. Оңтүстік Қазақстан облысында жер сілкіну кезінде де сондай болған. Елдің ынтымақтастығы деген, бірге деген жаңағы халықтың қайғысына, жаманшылығына үлкен тіреу болады деп сенемін. Сондықтан Арыстың жұртшылығы жалғыз емес, мемлекет болып, ел болып, барлығын ол орнына келтіреміз. Ол жердегі жаңағы оқ дәрі қоймасы баяғы Совет одағынан бері қарай келе жатыр. Бірнеше 10 жылдардан бері қарай. Ауған соғысында да қолданылған. Оны енді түбегейлі шешетін боламыз, әдейі. Тапсырма берілді сол үшін болашақта. Оған жақын жаңағы қоныс тепкен адамдар ең бірінші зардап шеккен солар. Сондықтан ол жағдайдың барлығы орнына келтіріледі, мемлекет өз шаруасын жасап жатыр. Су мәселесі Қазақстанға өте күрделі. Ауыз су мәселесі бар. Ауыл шаруашылығына қолданатын су мәселесі бар. Өндірістің мәселесі бар. Дүние жүзінде бұл жөнінде көп жұмыс жасайды. Сондықтан бұл жердің астындағы су, жердің үстіндегі су қанша, көршілерден келетін су қанша, болашақта қалай жұмыс істейміз, осы жөнінде үлкен әңгіме болды. Мен ойлаймын, қауіпсіздік кеңесінің бұл үлкен бір мәселені қараған жолы.